Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Ғылым мен техниканың жедел дамуына байланысты, яғни ауыл шаруашылығын химикаттау, көліктердің көбеюі, өндіріс орындары мен фабрикалардың экологиялық нормаларды сақтамай жұмыс істеулерінің салдарынан планетамызға жағымсыз әсері жыл сайын арта бастады. Болашақ ұрпаққа табиғатты қаз қалпында сақтап қалу үшін ұлттық табиғи саябақтар мен табиғи қорықтардың рөлі зор. Қазақстанда 10 қорық және 8 ұлттық табиғи парк бар. Соның бірі Еуразияның ең көне қорықтарының бірі биылғы жылы 90 жылдығын атап өтетін Наурызым ауданында орналасқан Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы. Қорық Қостанай облысындағы Наурызым және Әулиекөл аудандарының аумағында 1931 жылы құрылған. Әуелде бұл қорық Қазақстанның жазық даласының оңтүстігінде Наурызым қарағайлы орманын сақтап қалу мақсатымен құрылған еді. Қазіргі басты мақсаты солтүстік Қазақстан даласының сирек кездесетін өзгеше табиғи кешендерді, өсімдіктер және жануарлар әлемін сақтап қалу болып табылады. Қорықтың ерекшелігі далалы, орманды, сортанды, батпақты, шалғынды құмды өсімдіктердің түскен жері. Наурызым қорығының сұлулығын көркейтетін кәдімгі қарағай, көктерек және қайыннан тұратын орман шоқтары. Және де қорық аумағында өсімдіктің 687 түрі, құстардың 3000-ға жуық түрі, жануарлардың 46 түрі мекендейді. Жыл сайын экотуризмді дамыту қолға алынуда. Наурызым қорығы мен тағы басқа қорықтары мен ұлттық бақтар туралы Қарабалық орталық аудандық кітапханасының оқу залынан Қазақстанның қорықтары мен ұлттық бақтары кітапта алып танысуға болады. Қазақстанның қорықтары мен ұлттық бақтары республикамыздың 10 қорығы мен 8 ұлттық бағындағы жануарлар әлемі және олардың табиғаты туралы мәлімдейді. Бұл кітапта 20-21 ғасырда адамзатқа кезіккен негізгі қатер, қоршаған ортаның нашарлауына әкеліп соқтырған мәселелер, қорғауға алынған аймақтардың дүниежүзілік жүйесін дамытудағы Қазақстанның рөлі туралы айтылады. Кітап өздерінің өмірлерін Қазақстанның табиғатын қалпына келтіру мен қорғауға арналған эколог, ботаник, биолог ғалымдарының жеке мақалаларынан тұрады. Басылым оқушылар, студенттер, табиғат сүйушілер мен қалың оқырман қауымға арналған. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз.